Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен жылы сүтімізге ашытқымызды, қантымызды, сосын аздаған тұз салып, жақсылап араластырып, кішкене тындырып қоямыз. Одан соң қантымызды, сұйық майды, ертілген сары майымызды, сосын бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды бірнеше бөліктерге бөліп, електен өткеріп аламыз. Одан соң қамырымызды осылай қолмен илейміз. Жұмсақ қамыр болып шығады. Одан соң қамырымыздың бетін жауып, 2 сағатқа ашытып қоямыз. Бір жұмыртқаның сарыуызын ғана аламыз. Үстіне 2 қасық сүт құйып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз осындай болып көтеріліп шықты. Оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Осылай бөліктерге бөліп алған соң, үстін 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Одан соң қамырымызды осылай жаямыз. Осындай қалыңдықта жайып алдым. Осылай пышақпен бөліп аламыз. Әр бөлікті осылай бірінің үстіне бірін қойып, жинастырып аламыз. Одан соң осылай дәл ортасынан бөлеміз. Дәл осылай 2 бөліктің басын біріктіреміз. Одан соң әдемілеп булочкамыз жасаймыз. Міне осылай жасап алдым. Бәрін жасап болған соң бетін жауып, тағы да 10-15 минутқа қоямыз. Міне булочкамыз көтерілді. Енді үстіне жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп алдық. Міне булочкамыз дайын. Өте әдемі, нәзік болып шықты. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Ас болсын.